Сәлем достар, сіздермен бірге Мәдина. Біз бүгін осындай өте дәмді болатын тіске басарлар жасаймыз. Закускалар. Алдымен картопты осылай қайнатамыз, су құйып, бір қасық тұз саламыз. Оны пюре қылып жасап аламыз. Енді бізге бір қасық майонез, қияр, сәбіз, жұмыртқа, қызыл пияз осындай, және жарты қызылша қажет. Алдымен дастарханымыздың үстіне, осындай пищевой пленканың үстіне картопты осылай қойып, пюрені видеодағыдай жасаймыз. Енді бір жұмыртқамыздың сарысын бөлек алып, ағын тураймыз. Сарысын майонезге салып, осылай еземіз. Оны бөлек алып қоямыз, ал сәбізді видеодағыдай ұзыншалап тураймыз. Енді дайын болған картоптың үстіне осылай сәбізді қойып шығамыз. Оның қасына жұмыртқаның ағын қойып шығамыз. Қызылшаны видеодағыдай турап, оны да қоямыз. Дайын болған массамызды осылай үстіне жағамыз. Пищевой пленканың көмегімен осылай рулет қылып ораймыз. Егер сізде сушиге арналған құрал болса, сонымен орасаңыз болады. Ал жоқ болса, осындай пищевой пленкамен ораңыз. Осылай екі жағын бекітіп, 1 сағатқа тоңазытқышқа саламыз. Мінекей 1 сағат уақыт өтті. Біздің рулетіміз дайын. Енді кесіп көреміз. Үстіне бір қиярымызды осылай турап қоямыз. Өз қалауларыңызға қарай әсемдесеңіздер болады. Мен қызыл пиязды осылай үстіне қойып шықтым. Және аскөк укропты осылай жасадым. Сіздердің фантазияларыңызға қарай әртүрлі қылып жасасаңыздар болады. Қарапайым ғана ингредиенттерден тұратын осындай рулетті сіздер де үй жағдайында жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Дастарханда өте ерекше, әдемі болып көрінеді. Сондықтан сіздер де үйде жасап көріңіздер. Балаларыңызға, жақындарыңызға, мерекелік дастарханға жасасаңыздар өте әдемі және балаларыңызға ұнайды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.